Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Summa ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Alamды жаратқан Аллах Таала мақтаулар, пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматтуу мусулман бир тууган баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашкандан кейін өзүмдүн нафсыма жана силерге болгон осуят жараткан Аллах Тааланын кереметтүү Кураныдан Бакара сүрөсү 90 аят. Иннаху ман яттaqi ва ясбир фа инналлаха ла юди'у ажрал мухсинин. Албетте кимде ким мен яттaqi Алладан корсо. Ва ясбир сабырдуу болсо. Фа инналлаха албетте Аллах Таала ла юди'у ажрал мухсинин. Жакшылык кылгандардын соогун текке кетирбейт. Сабырдуулардын, таквадарлардын иштерин так аткарган бенделердин соогун Аллах кыяматта чексиз берет. Урматтуу мусулман бир тууган, элдин мекендин өнүгүүсү үчүн, алдыга карай умтулуусу үчүн, башкалардын катарынан ордубузду табыш үчүн, уйкусурап уйкудан ойгонуу үчүн көптөгөн себептер бар. Алардын эң биринчи себептериден итқанул амал, жасаган ишти так кемтиксиз аткаруу. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'аны Кариминде Намл сүрөсүнүн 88 аятында мындай дейт: Сун Аллах, Алланын жасаган нерселери, Алланын жараткан нерселери, аллази атқана кулла шей, бардык нерсени кемтиксиз так жасаган. Иннаху хабирун бима тафалун. Аллах Таала кабардар силердин ар бир кылган ишиңерден. Эгер Аллах жараткан жаратылышта эч кемчилиги болбосо, так болсо, ар бир жери өзүгө мунасып болсо, Алланын жердеги орун басар болгон халифалары силер да ишиңерди так кемтиксиз аткаргыла. Аллах Таала Нахл сүрөсүнүн 90 аятында мындай дейт: Инналлаха я'муру бил адли вал ихсан. Аллах силерге буйрук кылат. Бил адл, адлеттүү болууга, вал ихсан, ишиңерди жакшы так аткарууга. Бакара сүрөсү 195 аят. Ва ахсину инналлаха юхиббул мухсинин. Жакшылык кылгыла. Аллах жакшылык кылгандарды сүйөт. Касас сүрөсүнүн 77 аяты. Ва ахсин кама ахсаналлаху илейк. Аллах сага жакшылык кылгандай, сен да жакшылык кылгын. Ва ла табгил фасад. Эч качан бузукулуктун артынан жүрбөгүн. Фил ард, жерде. Инналлаха ла юхиббул муфсидин. Аллах жердеги бузукларды сүйбөйт. Кайра көңүлүңүздү бурам. Ва ахсину инналлаха юхиббул мухсинин. Жакшылык кылгыла. Жакшылык кылгандарды Аллах сүйөт. Ва ахсин кама ахсаналлаху илейк. Аллах сага жакшылык кылган сыяктуу сен да жакшылык кылгын. Ва ла табгил фасада фил ард. Жерде бузукулукту издебегин. Бузукулук кылуунун артынан жүрбөгүн. Инналлаха ла юхиббул муфсидин. Албетте Аллах бузукларды сүйбөйт. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул хадисин угуудан мурда пайгамбарга бир салават. Инналлаха юхиббу иза амила ахадукум амалан ан ютқина. Албетте Аллах Таала сүйөт, силердин бирөөңөр бир иш кылган кезде ишини кемтиксиз так аткарганды сүйөт дейт. Аллах силердин бирөөңөр иш кылган кезде ишини кемтиксиз так аткаргандарды сүйөт. Сахих хадис. О, урматтуу мусулман бир тууган. Ишти кемтиксиз так аткаруу мусулмандын аламат белгиси болуш керек.
bir iş tak atkarılgan bolsa, kemtiksiz bolsa karap turup, bunu musulman jasaptır deşimiz gerek. Бұл musulmandın Allah'dan korkan imandudun jasagan işi eken deşimiz gerek. Tileke karşı bugün biz başkalardan jasagan nersesin oylanboston, bu Germaniyadan eken, bu Japoniyadan eken, bu Koreyadan eken dep alabız da, musulmandарды ойланып алсам балбасам mı deybiz. Hurmatlı musulman bir tuğan. Musulmandın alamat belgilerine eken işini takat karu. İslam dinimiz her bir neside, belki ibadatta da tak kemtiksiz atkaruga çakırat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an okuganda tuş geldi okup koyup emes. Kur'an'da koz tak jaşnakay okuganlarda peygamber innellezi yaqra'ul Kur'ana ve huve mahirun bih ma'a safaratil kiramil barara. Kur'an'da jaşnakay koz okugandar Allah'a jakın bolgon perişteler menen birge bolot deydi. Kur'an'da koz jaşnakay okugandar, jaşnakay үйрөнгөндөр, Kur'an okuganda çeverçilik menen okugandar, mahir degen, çever degen. Kur'an'da uşunday koz çever okugandar Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil Allah'a jakın bolgon periştelerin darajasında bolot deydi. Allahu akbar. Karan Kur'an'da da tuş geldiler. Orusça tamgalar menen, anglисче menen үйрөнүp koyuş bolboyt eken. Hareket kıl. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Bugün arzubagan tıyın tıpır üçün жақшырақ айлық алайын деп англис тілі үйреніп отасың. Неміс тілді үйреніп отасың. Ана кеше мен Кореяға барсам, 10 000-ге жақын қырғыздың балдары бары корей тілінде семечке чағып жүреді. Бірақ періштелердің даражасы, ибадатымыз тура болу үшін Құран үйренуге әрекет қылдық бы? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам İmam Müslim rivayet alan hadisinde ya ummul kavme aqrahum li kitabillah. Qavmga imam bola turgan Allah'ın kitabını жақсы оқығаны болсын дейді. Ақсақалы болсын деген жоқ, жаш улусы болсын деген жоқ. Имамға кім өтсін дейді? Көңіздер жұмаға келіп отырсыздар, Құдайыма шүкір. Мен де Құран белгілі бір бөлігін жат білем, жақшылы оқимын. Бірақ дайыма сілерді бір жақсы мәселе оқығаннан кейін жақшынақай қыраат менен намаз оқып кетсін деп дайымана шұмқарды өткізіп. Үні қоз жақшынақай Құран оқыған үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мадина Мунаввараға келген кезде мұсылмандарды азанға қандай шақырамыз дейді? Намазға. Намазға біз башқалар сияқты от жақсақ пы намаздың уақыты келген кезде, же сурнай тартсақ пы мұсылмандарға намаздың болған кезini азан деген сөз элан жария қылабыз деп кеңешіп жатқан кезде сахабалардан бірisi Абдулла ибн Зайд. Абдулла ибн Зайд түш көріп келіп пайғамбарға: "Я Расулалла, түш көрдім, түшімде маған о азандың текстін үйретеді. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах." Азан менің түшіме кірді. Зайд, Абдулла ибн Зайд деген сахаба пайғамбарға келіп айтады: "Я Расулалла, мен түшімде азан ұқтым. Мұсылмандарды намазға ушындай шақырайық" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Болып тұр, сен түшіңде көрген азанды айт" деген жоқ. Не деді? Фақум ма Билал, фаалқи алейхи ма раайт. Билалдың жанына барғандағы түшіңде көрген азандың сөздерін Билалға үйреткін. Эмне үшін? Фалюаззин бихи, сен үйреткен азанды Билал айтсын. Фа иннаху анда саутан минк, себебі Билалдың үні сенің үніңнен жақсырақ деді. Билалдың үні сенің үніңнен қоңыр үн, ушындай қоз үні бар деді. Ошондай бола тұрған болса, урматты мұсылман бір туған, азан менен де біз башқаларды дават қылышымыз керек. Азанды ұққан кезде инсандар жүрегінде бір жақсы емелер ойғаныш керек. Азан мечітке тарту беріш керек. Кейбірлер осы атасынан қалғандай азаншылықты елеп алған мысалы. Үні менен іші жоқ. Кейбір айылдарға башқа барсаң, азан айтқан кезде баяғы келіп ұққын келіп емес, андан жиіркенгендер бар. Адамдарды мечіттен қатырып қояды. Ошондон урматтуу мусулман бир туган, азанды ким айтыш керек? Пайгамбар Абдулла ибн Зайдқа сен барып азанды Билалга үйрөткүн. Билалдын үнү сенин үнүңдөн коозураак, жакшыраак деди. Балким урматтуу мусулман бир туган, сиздин оюңузга келбеген, элестете албаган нерседе ислам динибиз бир нерсени так кооз аткарууга чакырат. Караң мындай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Иза кафана ахадукум ахаху фалюхсин кафана." Силердин бирөөңөр бир тууганыңарды кепин десеңер,
жакшынакай кылып кепиндегиле дейт. Ал тойго барат ал. Кепин менен мүрзөгө барат. Анын кепинini ким текшерет? Пайгамбар ушу бирөөдү кепиндегенде ошону жакшынакай кепиндегиле дейт. Имам Муслим риваят кылган хадис. Пайгамбар саллаллаху инналлаха катабал ихсана. Инналлаха катабал ихсана. Аллах жакшылык ишти так аткарууду катаба жазды мойнуңарга, фарз кылды деген сөз. Важип кылды, мойнуңарга жазып койду. Карыз деген сөз. Эмнени? Ала кулли шейин, ар бир кылган ишиңерде фаиза каталтум фа ахсинул китла. Бир жануарды, чаянды, жыланды өлтүрсөңөр фа ахсинул китла, жакшылап өлтүргүлө дейт. Кыйнап, эзип отура бербе. Ва иза забахтум, качан бир нерсени сойсоңор, муздасаңар, фа ахсинуз зибха, жакшынакай сойгула. Имам Муслим риваят кылган хадис. Урматтуу мусулман бир туган. Бир чаянды өлтүрүп атканыңда аны так жакшынакай өлтүрүүнүн не кереги бар? Ислам динибиз керек болсо ошо чаянды өлтүрсөң да кемтиксиз так өлтүргүн дейт. Аны кыйнабагын дейт. Ата бабаларыбыз мына хадис менен аят менен жашаган кезде айылда жылан өлтүрсөң да жакшы өлтүрүп койгун, чала калтырба, башка кылба дейт. Тирилип келет экен, келбейт ал. Аны кыйнабай эле деген сөз. Ошондон мусулмандар, бүгүн урматтуу мусулман бир туугандарым, башкалардан келген товарларды, башкалардын буюмдарын жабууда, анын товардын өзгөчөлүгү, анын кооздугу көңүл бурабыз, туурабы? Бирок билип коелу, биздин динибиз 14 кылым мурда бул нерсеге чакырып келген. Аллах кереметті Құранда «Әлләзи халақал маута вал хаята». Табарак сурасы, Мүлк сурасы. «Әлләзи халақал маута вал хаят». Ал Аллах жашоо менен өлүмдү жаратты. Эмне үчүн? «Лияблувакум айюкум ахсану амала». Силердин кимиңер жакшыраак амал кылуусун сыноо үчүн. Бул жашоо эмне экен? Сыноо, силердин кимиңер жакшыраак амалдарды кылат. Ошон үчүн өлүм бар. Өлүмдөн кийин бул жасаган ишиңе карата сыйлыгы же жазасы бар. Аллази халақал маута вал хаята. Аллах өлүм менен жашоону жаратты. Силердин кимиңер жакшы иш кылганыңарды, так ишиңерди аткарганыңарды сыноо үчүн дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Тааладан корколу. Ар бирибиз кылган ишибизде так кемтиксиз иш кылалы. Балким бекем экениндигине, мен чыныгы мусулман, чыныгы имандуу дегендин аламаты сиздин жасаган ишиңизден көрүнсүн. Сиздин жасаган ибадатыңыздан көрүнсүн. Сактангыла, этият болгула. Көптөгөн адамдар сөзү көп, амалда эч нерседе жок. Сөз сүйлөгөндө, о, машалла. Тили менен биздин баткендиктер айтат, мака куурuyт да. Ишке келгенде эч нерседе жок. Жасаган ишини көрсөң жийиркенесиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Аддил аманата иля ман и'таманак." Сага бирөө аманат тапшырган болсо, аманатыңды так аткаргын, мойнуңа жүктөлгөн ишти так аткаргын, кемтиксиз кылгын. Вала тахун ман ханак. Бирөө сага кыянат кылса да сен кыянат кылбагын, имандуу болсоң. Имандуу мойнундагы милдетин так аткарат. Мисалы бирөөдүн ишиге, жумушка ишке кирдиң, договор кылып. Анан мен берген акчасына жараша иштеймин дебегин. Сен ошого разы болуп, договорго кол коюп кирдиңби? Мойнуңа алган аманатты так аткарган. Хозяйның, шефин карап турабы, жокпу, камера барбы, жокпу, Аллах сага ракып. Эч качан кыянат кылбагын. Кана эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадисини өзүбүзгө бир уран кылып алсак, жашообузда бизге бир багыт көрсөтүүчү жол башчы кылып алсак, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Иннакум сатажидуна бa'di асарatan." Менден кийин силер жагымсыз нерселерди көрөсүңөр. Силерге жакпаган нерселерди көрөсүң. Фасбиру, ал кезде силер сабыр кылгыла. Хатта талқауни ала хаузи. Бейиштеги менин хаузымда, көлчөгүмдө жолукканга чейин сабыр кылып, адамдар бузулса мен да бузулам дебегин. Сага жакпаса да сен жакшы болгун. Бүгүн кээ бирлер айтат, мен намаз окубасам да дейт, мен түзмүн дейт. Мояк таза болсо болду дейт. Сен аягыңды ким билет?
Ошаяғың таза емес үшін шөніп жүресің сен. Банканың ішінде бал болса, сыртыға балдың жіті шығады, балдың дамы шығады. Банканың ішінде уксус болса, ешқашан сыртқа бал жіттанбайды ал. Ана көкірегін көрсетіп қойып, главный мындай дейді. Егер ошаяғың таза болса, жақсы амал қыласың. Ең бірінші амалдардың башында Аллаға сажда қыласың. Жаратқанға баш иесің. Фасбиру хатта талқауна аля хауди. Сатакуну баъди асаратун. Менден кейін сілерге жақпаған іштер болады. Қалу ама та'муруна. Ал кезде не қылайық? Бізге жақпаған іштер болғанда, адамдар бұзылғанда біз не қылайық деп сахабалар сұрады. Туаддуна ал-хаққа аллази алейкум. Мойның ардағы милдеттерді атқарасыңар. Өзіңнің мойныңа жүктелген нәрсені тақ атқарасың. Ва тас'алуна Аллах аллази лакум. Алеміз сілерге бола тұрған нәрсе Алладан сұрайсыңар. Бірақ милдетіңді тапшырмаңды тақ атқарып, хақыңды жаратқанға жалбарып, Аллахым, менің хақымды маға тиешелі нәрсені хақ берген, мен іштеткенге де инсаф тауфиқ берген, игілік берген дейсің. Имам Бухари, Имам Муслим риуаятылған хадис. Мо аятқа қараң. Ва ахсину инналлаха юхиббул мухсинин. Жақшылық қылғыла. Жақшылық қылғандарды Аллах сүйеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам қараң. Мүрзеге барабыз, бір туғандарды ұзатабыз, кейбір инсандар көңілі бүткеннен кейін да ошол жерді жақшылап қоздап қалады. Бұл пайғамбардың бұйрығы. Сау аллахада хада. Бұл мүрзенің үстін жақшылап тегіздегіле, түздегіле дейді. Кейбір сахабалар бұл сүннет екен деп ойлады, пайғамбар мындай деді. Аны түздегендік жақшылық қылғандығы сүннет емес. Ама хада ла янфаул майта ва ла ядур. Бұл мүрзенің үстін қоздап топырақтарын тегіздегендік майытке зиянда қылбайды, пайда да қылбайды. Валакин Аллаха, бірақ Аллах юхиббу ман амила иза амала ахадан ан юхсина амала. Бірақ Аллах Таала сілердің араңарда ким бір іш қылса, ішіні тақ, қоз чырайлы қылғанды сүйет деді. Мүрзенің үстін тегізде дегенім, ал майытқа пайдасы да зияны жоқ. Бірақ Аллах Таала сілердің бір өңір іш қылған кезде, ішіні кемтіксіз қоз қылғанын Аллах сүйет деді. Ошон үшін мүрзелерді жақшы үстіне қоздап қойғылы. Қоздағыла дегенде тура түшінгілі. Естелік қойғыла деген сөз емес. Тирүү кезінде атасыға бір жақшылық қылбаған, бір қызматын қылбаған, алқыш батасын албаған, өткеннен кейін ал сен бриллиантпен естелік қойсаң да пайдасы жоқ. Тирүү кезінде сыйлайлы, урматтайлы. Урматы мұсылман бір туған, инна арадна al-amanat ala as-samawati wal-ard wal-jibal. Аллах Таала аманат болған бұл динді асман жерге аманат қатары алғын деп арыз қылдық. Асман жер көтерген жоқ, инсан мойнын алды бұл аманатты. Дин дағы мойнымыздағы аманат. Құран біздің мойнымыздағы аманат. Құранға, сүннетке, динге аманатты балдарымызға жеткіздік бе? Динімізді терең жақсы үйрендік бе? Инналлаха я'мурукум ан ту'аддул аманати. Аллах сілерге бұйрық береді, аманаттарды, мойныңарға жүктелген аманаттарды өз иелеріне қайтарғыла. Білген сүреңді үйрет, келімеңді үйрет, балдарыңа жақсы тарбия бер, тура бағыт бер. Ұлы дұрмат қылуыны, кичүүнү зат қылуыны, мекенini сүйүүнү үйрет. Урматы мұсылман бір туған, іштерді тақ атқару бардық нәрседе бар. Мысалы, намазға әлдек дарат алабыз. Кейбірлер оқысаң шашылып, даратты алғандыға оқшауайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Мен тавадда", кимде ким дарат алса, "Фа ахсана", ең жақсы дарат алса, "Фа ахсана ал-вуду'a", даратын қоз кемтіксіз алса, "Хараджат хатаях мин жасади", анын денесінен жуылған жерден күнөөлөрү бардығы шығып кетеді дейді. Эми қараң, жумаға келген кезде жөнле бүгін жума екен деп чурқап келбестен, жипар життанып, жуынып келу жөнінде пайғамбар "Мен игтасала яумил жум'ати", ким жума күні ғусыл қылса, толық жуынса, "Фа ахсана ғуслаху", жөнле емес, жақшынақай кемтіксіз жуынса, "Ва татаххара", тазаланса, "Фа ахсана тухураху", тазалығында ең жақсы қылса, "Ва лабиса мин ахсани сиябихи", жана ең жақсы киімін кийсе, "Ва масса ма катабаллаху мин тиб ахлихи", үйіндегілердің жипар життардан өзіне сүртінсе дейді.
үйde бар, үй бүлөңө тиешелүү болгон жакшы жыпар-жыттан сүртүнсө. Сумматал жумата, кийин жумага келсе. Валам ялга. Аны муну сүйлөбөсө. Валам юфарриq байнал иснайни. Эки отурган адамдын арасын жарып өтпөсө. Эки отурган адамдын бирин мойнун бияка толгоп, бияка келип отурга жеткен жеринде отурса деген сөз. Ма кебирлес келип алып акырмай келет. Бияк келсең эртерээк кел. Эки отурган адамдын бөлбөсө мойнунан. Не болот? Гуфира лаху ма байна ва байнал жум'атил ухра. Ал адамдын бул жума менен мурданкы жуманын арасындагы бар күнөөсү кечирилет дейт. Аллаху акбар, кандай улуу. Жөнөкөй эле жумага чуркап эмес. Жума күнү толук гусул кылса, жакшынакай жуунса, жакшынакай кийинсе, жакшы жыпар жыттанса, келип бул жерде сүйлөбөсө, отурган эки адамдын мойнун бияка бөлбөсө, Аллах Таала ал адамдын бул жума менен өткөн жуманын арасындагы күнөөлөрүн кечирет дейт. Бирок бетте баса белгилей турган нерсе фа ахсана, эң жакшы кылса. Жуунушта да, башка даратында да. Иза кафана ахадукум ахаху фалюхсин кафана. Имам Муслим риваят кылган хадис шуга таң калып атам да. Силердин бирөөңөр бир мусулманды кепиндесе, кепинди жакшы кепиндегиле дейт. Аллаху акбар. Майыт жакшынакай кепиндегиле дейт. Туш кел деп эме кылып койбогула, ороп. Эми караң, мүрзөдө казган анын лахатын ихфиру ва амиqu ва ахсину. Казгыла. Мүрзөсүн тереңирээк казгыла. Ва ахсину, кооз кылгыла. Мүрзөнү жакшынакай казгыла дейт. Майыттын мүрзөсүн ихфиру казгыла. Ва амиqu, терең казгыла. Ва ахсину, жакшылап. Сайх хадис имам Насаи риваят кылган. Кур'ан окуганды айттым, урматтуу мусулман бир туган. Бирок бүгүн иштерди так кемтиксиз аткаруу деген мусулмандарга тиешелүү, мусулмандардын бир мүнөзүдөн, адеп ахлакыдан экен. Ишти кемтиксиз так аткаруу, кооз чырайлуу кылуу мусулмандын адеп ахлакыдан, мусулмандарга тиешелүү болгон бир мүнөздөн экен. Тилекке каршы бул мусулмандардын арасында бир чочун жат болуп калды. Ар бир жаман нерсени так аткарбастан, айтылган убакта келбестен, ишибизди так аткарбастан кемчилик болуп калса, эми биягы кыргызча болду дейбиз. Андай эмес. Динибиз ага буйрбайт, урматтуу мусулман бир туган. Ал сенче болду. Өзүңдүн кемчилигиңди бир улутка, бир динге эме кылбагын, байланыштырбагын. Айтылган кезде келгин, ишиңди так аткаргын, аткарганда да кооз, жагымдуу кылып аткаргын. Ихсан деген сөз. Динибиз бүгүнкү тема ихсан. Ихсан деген, урматтуу мусулман бир туган, кыскасы итканыл амал, жасаган ишиңди так кемтиксиз аткаруу деген сөз. Ооба, урматтуу мусулман бир туган, бул исламдын, мусулмандардын бир белгилерден экен. Мамиледеги кемтиксиз кандай? Инналлаха юхиббу иза амила ахадукум амалан ан юткина. Аллах Таала сүйөт, силердин бирөөңөр бир амал кылса, кылган амалын, ишин кемтиксиз аткарсын дейт. Алла сени сүйгөнүн каалайсыңбы? Бир бендеге жагынгың келет. Алланын сүйүүсүнө жеткиң келсе, Аллах Кур'анда мындай: "Вал казиминал гайз", ачууну жуткандар. "Вал афина анин нас", адамдарды кечиргендер. "Валлаху юхиббул мухсинин", Аллах жакшылык кылгандарды сүйөт. Ачууң келсе, ачууңду да кооз жута билүү. Сени ачууңду келтирген адамды кечире билүү. Кечире биле койбостон, ачууңду келтирген адамга жакшылык кылуу Алланын сүйүүнө жетишүү дейт. Инна рахматаллахи карибун минал мухсинин. Араф сүрөсү 56-чы аят. Албетте Алланын рахматы жакын мухсиндерге, жакшылык кылгандарга дейт. Иштерин кемтиксиз так аткарган Алланын сүйүүсү кимге жакын экен? Ишин так аткарып кооз мамиле кылгандарга. Аятка ойлон, ой жүгүрт, урматтуу мусулман бир туган. Алланын рахматы кимге жакын экен? Акчалууларгабы? Мандаттууларгабы? Бийлиги барбы? Жок. Инна рахматул кариб минал мухсинин. Алланын рахматы жакшылык кылгандарга жакын.
Урматтуу мусулман бир тууган, машалла, ишиңди так аткарсаң, кооз аткарсаң, кемчилиги болбосо, Аллах сени менен. Сен Аллага жакын адамсың. Мына аятты кара, Юнус сүрөсү 26-аят. Лиллазина ахсану ал-хусна ва зияда. Лиллазина, ушундай адамдар ахсану жакшылык кылса, ал-хусна ва зияда, аларга кыяматта ашыкча бир сыйлык бар дейт. Бейишке киргендик өзүнчө, бейиште Алланын жамалын көрүү. Аллах Тааланын жамалын көрүү өзүнчө бул не экен? Кимдер үчүн экен? Жакшылык кылган, иштерин кемтиксиз кылгандар. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жанында бирөө коюн жаткызып, буттарын байлап, койдун бутун байлагандан кийин бычагын курчута баштады. Пайгамбар жанагы сахабаны карап, "Атурид ан тумитаху марратайн?" Сен койду эки жолу өлтүргүң келеби dedi. Факала маза фали я Расулаллах? Аллах элчиси эмне кылайын dedi. Койду соймокчумун. Бутун байладым, бычагымды курчутурмун. Пайгамбар айтты, "Койду эки жолу өлтүрөсүңбү?" dedi. Эмне кылайын dedi. Кала хала ахдатта шафратака сумма жтада. Бычагыңды курчутуп келип анан жаткызбайсыңбы койду dedi. Бычагыңды башка жерде курчутуп келип, андан кийин койду жаткызып бутун байлабайсыңбы? Караң, урматтуу мусулман бир тууган. Жакшылык кылам деп ниет гана жетишпейт. Мен жакшы иш кылам деп ниет кылып койсоң, ал ниет өзү жетишпейт. Себептерин аткарасың. Мана намазда ияка набуду ва ияка настаин. Жалгыз өзүңө ибадат кылабыз, жалгыз өзүңдөн жардам сурайбыз. Аллах Тааладан жардам сураганда, Аллахым, мойнумдагы милдетим, иштеримди кемтиксиз так аткарууга жардам бер деп сураш керек. Эми Аллах табарак ва тааланын жараткан эмени караң. Аллази ахсана кулли шейин халqa. Аллах өзү жараткан нерсени бардыгын эң кооз, татынакай жараткан. Сажда сүрөсү 7-аят. Анын кемчилиги жок. Караң. Ва зайяннаха лин-назирин. Карагандарга да зинат, кооз кылып жараттык дейт. Алланын жараткан өзүңө карагын. Көзүң кандай мунасып, кашың кандай жарашкан, мурдуң кандай жарашкан, оозуң кандай жарашкан, эки көзүң, эки кулагың, асманга кара канча түрлөр, ар түрдүү түстүү. Аллах Тааланын жараткан нерсесинде эч нерсе кемчилик таппайсың. Мүлк сүрөсүндө фаржи'ил басара хал тара мин футур. Кайра карачы. Асманда бир кемчилик табасыңбы? Же Алланын жараткан бир жаратылышында бир кемчилик таба аласыңбы? Мына туура эмес экен деп. Суммаржи'ил басара карратайн. Кайра карагаң дагы 2-3 жолу кайрылып карагын. Янкалибелеге бас хасиян ва хуа хасир. Жүзүң жерге эч кемчилик таппастан уялып жерге карап каласың. Аллах Таала өзүнүн жараткан нерсесин кайра карагын, дагы кайра карагын 2-3 жолу. Алланын жараткан нерсе эч кемчилик таппайсың. Кемчилик табам деген адам кайра өзү жептиктеп калат. Мүлк сүрөсү 3-4-аят. Бекеринен биз майытты узаткан кезде бардыгыбыз мүрзөдө мүлк сүрөсүн окубайбыз. Бардыгыбыз окуйбуз. Жөн эле окуп коюп эмес. Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала. Аллах өлүм менен жашооду жаратты. Эмне үчүн? Кимиңер жакшы амал кыласың, мана өлдү кетти. Жакшы амал кылдымы, кылбадыбы? Мен да бүгүн ушундай болом, келемин, жасаган ишиме жооп беремин. Урматтуу мусулман бир тууган, ойлонуп көр. Асманды карасаң эки эле түстө болсо кандай болот эле? Аппак капкара болгондо. Аллах Таала ошентип койсо кудуреттүү беле? Ак кара кылып койсо кудуреттүү. Бирок инналлаха аля кулли шейин кадир. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. Бакара сүрөсү 20-аят. Ошого карабастан Аллах Таала асманга караган сайын кооздуктарды көрөсүң. Ки васавваракум фа ахсана суваракум. Гафир сүрөсү 64-аят. Васавваракум фа ахсана. Аллах силерди сүрөттөп койду, эң кооз сүрөттө жаратты. Урматтуу мусулман, чачың менен кашыңдын арасы болгону 2 сантиметр. Не үчүн кашың өспөйт, чачың өсөт? Жараткан Аллах Тааланын кудуретин кара кандай кооз. Лакад халакнал инсана фи ахсани таквим. Инсанды эң жакшы, кемтиксиз бир сүрөттө жараттык дейт.
İnsanды ушундай қоз қылып жараттық дейді. Көзіңді қара, жайғашқан жерін, машалла. Тіліңдің жайғашқан жерін қара. Мұрдыңдың жайғашқан жерін қара. Андан кейін не дейсің? Әлхамдулилля, Құдайыма шүгір деген. Елестеткен мұрдың егер оозыңның астында болғанда, шорпоң төгіліп, чүчкіріп еш нәрсе жей албай. Ва ахсин кама ахсан Аллах илейк. Сен де жақсылық қыл, Аллах саған жақсылық қылған сияқты. Ибадатта урматты мұсылман бір туған. Мана ибадатқа келдік. Ибадатта кемтіксіз тақ ибадат қылу қандай? Мисал намазға келдіңіз. Бірақ намазды кемтіксіз тақ атқарауыз ба? Кейбірлер намазға келді, ар жағы қытшып баштайды. Кейбірлер намаздарды сақалын аузыға салады. Киімін оңдойды. Құлағын чұқиды. Bir çoğundan aldığına varsa oşan turasın mı? Bu sen korkun çoğunluğun da barın jaratkan Allah. Jaratkan Allah Taala'nın aslına kelgende kanday adep menen turuşun gerek. Murdun dışı koysun mu? Salat namaz. Hurmatı Müslüman bir tuğan. Namazыңды en qoz süretті atqargın. Kemtiksiz. Uşul ihsan degen болады. Жабраил алейхиссалам пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға дин үйреткені келген кезде пайғамбардан сұрады: "Мәл ихсан?" Ихсан деген эмне деді пайғамбардан. Жабраил алейхиссалам сұрап атты. Сахабалар отырады, пайғамбар отырған кезде ап-апақай қоз киінген, татынақай, нұрду бір эч айылда мурда көрген емессіз. Хазірет Умар айтады: "Біздің аразда чочун бір қоз жипаржыттанған, нұрданған жан пайғамбардың жанына келіп отырып, пайғамбардан сұрау берді дейді. Мәл ислам, ислам емне деді пайғамбар? Ислам деген ла илаха иллаллах, Алланың барлығына білген иман келтіру, 5 уақыт намаз оқу, зекет беру, ораза тұту, хажға бару. Иман емне деді? Иман деген Алланың барлығына білген, пайғамбарларының кітептеріне, елшілеріне, ақырет күніне, жақсылық жаман тағдырларға иман келтіру деді. Сұраулардың арасында келген адам суретінде келген бұл Жабраил еді. Ихсан емне деді? Мәл ихсан. Ихсан емне дегенде пайғамбарымыз айтты: "Ан та'будаллаха кааннака тарах, фа ин лам такун тарах, фа иннаху ярак." Аллаға ушундай ибадат қыласын, аны көріп тұрады деп. Аны көріп тұрам деп. Аллаға ибадат қыласын, мен Алланы көріп тұрам деп. Сен Алланы көрбесең де Алла сені көріп тұрады. Ихсан деген ан та'будаллаха кааннака тараху. Сен Құдайды көріп тұрған сияқты ибадат қылғын. Егер сен Құдайды көрбесең де Құдай сені көріп тұрады. Емелестеткен урматты мұсылман бір туған. Сені камера текшеріп тұрады десе, артыңда жамаат болды десе, машалла, бірінші сафта оқыған намазың башқа, ақырдағы башқа. Андай не екен? Намазда кемшілігі бар. Келіңіздер, урматты мұсылман бір туған, бұл жұмада бір нәрсеге келішелі. Аллах табарака ва таалаға бір күн ушундай ибадат қылалчы. Аллах мені ұғып тұрады. Аллах мені көріп тұрады. Аллах мені көзөмөлдөп тұрады. Даратқанаға барасың бі? Қимыл әрекетіңдегі, ибадатыңдағы, саждаңдағы. Ерте менен ұйқыдан тұрғаннан баштап, әрбір қимыл әрекетіңді жаратқан Аллах Таала мені көзөмөлдөп тұрады деп. Күлгеніңді, сөйлегеніңді, сабақ оқығаныңды, қайталауыңды, дарат алғаныңды, ибадат қылғаныңды қаншалаған күндерімізді текке кетірдік. Уақыттарымызды текке кетірдік. Жанағындай сезім жоқ бізде. Кей урматты мұсылман бір туған. Bir күніңді ұйқыдан тұрғаннан баштап, қайра төшеге жатқанға чейін, ар-рақиб, Аллах мені көзөмөлдөп. Әрбір қимыл әрекетім запис болып отады дегенде. Кешінде өзің көрші, саға жағауы. Әл-ихсан иләл валидейн. Жақшылық ата-енеге қылу қандай? Кемтіксіз ата-енеге жақшылық қылу. Аллах Құран: "Ва бил валидейни ихсана", ата-енеңерге жақшылық қылғыла дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға біреу келіп: "Я Расулалла, мен сізменен байат қылам, қолыңызды қармап ант ішем, сөз берем, хижрат қылуға, жихад қылуға." Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келген жігітке: "Ата-енең бар бу?" деді. "Ата-енең тірі деді. "Ооба, ата-енем тірі, екеуі тең тірі деді. "Атам да енем де тірі деді." Бардағын ата-енеңе жақсы қызмат қылып, Алладан соғып үміт қыл. Меніменен хижрат қылбайлы қой. Меніменен жихадқа шықпайлы қой. Ата-енеңе жақшылық қыл. Ирджи иля валидейк фа ахсин сухбатахума. Қайты барып, ата-енеңдің сый-урматында бол, қызматында бол. Имам Муслим риwayat алған хадис.
Урматтуу мусулман бирок, сен дагы бүгүн жумадан чыккандан аракет чурка. Ата-энеңе жакшылык кылуу бир чеберчилик изде. Кооз бир жолдорду изде. Ата-энеңе караганда алайба. Кимде-ким ата-энеге алайып караса, ал сүйгөн болбойт. Үнүңдү көтөрүп аларга. Кайыш айтпагын. Аларды шылыңдабы. Сөздөрү кээде жакпаса күлөсүн. Аларга да жакшылык кылууда бир аракет кылчы, кандайча болот. Кыздарыңа жакшылык кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ма мин раджулин, кайсы бир эркек дейт. Тудрику лаху бинтан, эки кызы болсо, ухтан же эки эжеси сиңдиси болсо, эже карындаштары болсо. Фаюхсин илейхима. Шо эки кызына, же эки эже карындашына жакшылык кылса, аларга сый урмат кылса, мээримдүүлүк кылса, илля адхалатаху аль-жанна. Шо эки эже же эки кызың сени бейишке киргизет дейт. Элестеткин, урматтуу мусулман бир тууган. Кыздарыбызга жакшылык кылабызбы? Эже карындаштарыбыз үйүңө келсе, кабырганга кар жаагандай, машинеңе отурса сүйлөгүң келбей калат. Дагы келди дейсиңби? Сенден башка кимиси бар? Төркүнүм деп келди. Бир тууганым деп келди. Эки эжесине сиң карындаштарына жакшылык кылган дейт. Бейишке кирет дейт. Эки эжең болбосо, эки кызына дейт. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир тууган. Эже карындаштарыбызга мамилебизди оңдойлу. Кыздарыбызга болгон мамилебизди оңдойлу. Пайгамбардын хадиси. Азыр кээ бирлер эжеси жоктор үмүт кылып кетти. Кана бейиштин жолу оңой экен, кана мени эки эжем болгонда, сыйлаганымда, урматтаганымда, бейиштин жолу мага жеңил болбок экен. Кана менин эки кызым. Бүгүн кээ бирлер кыз төрөлсө, кандай болот? Кана өзүңөр билесиңер. Фаюхсин илейхима дейт хадисте. Аларга жакшылык кылса дейт. Şu эки эжеге, же эки карындашка, же эки кызга. Фаюхсин илейхим. Ихсан деген сөз. Жакшылык кылса. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эми карагыда кээ бир сөздөр мисал берели. Мисал менен дагы жеткиликтүү болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кызы Фатима. Пайгамбар дайым Фатима кызы үйгө келген кезде пайгамбар ордунан турат эле. Чурка барып Фатиманын желкесинен таптап, чекесинен өп, Фатима бинти Мухаммад, Мухаммадтын кызы Фатима деп кызы менен сыймыктанат эле. Фатима райханата Расулла, Расулланын райханы жыпарым дейт эле, жыттуум дейт эле. Өлүм төшөгүндө жатып калган кезде Фатима эшиктен киргенде пайгамбар ботодой боздоп ыйлайт. Адаттагындай кызым келген кезде ордумдан турду, туруп чурка бара албадым, желкесинен таптай албадым, чекесинен өбө албадым деп ыйлайт. Сен бүгүн үйүңө кызың келгенде эмне дейсиң? Дагы келдиңби дейсиңби? Кечеле келбедиң беле дейсиң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күйөөгө берди, кара. Турмушка берди. Hazreti Ali ibn Abi Talib'ga. Sakanu ba'iden beyti Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Paygambardın үйдөн алыста жашады. Hazreti Ali менен кызы Фатима алыста жашады. فذهب النبي إلى أحد الصحابة كان يملك بيتا بجوار النبي. Bir sahabanın paygambardın meçitine жақын жерде үйі бар екен, сатыла тұрған. Ошоға келді. Келіп неде فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أطيق فراق فاطمة. Мен Фатимадан алыстап чыдабай баратам. Сагынып жатам. Үйүңдү мага сат деді. Егер үйүңдү сатсаң, Фатиманы жақынырақ көчүрүп келсем деді. Фақал ар-ражул, үйдү сата турган киши, я Расулаллах, ана ва байт фи сабилилlah. Мен жана үйүм Алланын жолунда сиздин разылыгыңызды үмүт кылабыз деді. Үйүм эмес, мен өзүм да сизге даярмын. Эмне десеңиз деді. Я Алла, пайгамбардын жүрөгүн бүгүн кээде күйөө баласына үй алып берип койсо, мынаны кара дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кызыны жакында болсун, көрүп турайын, акыбалын көрөйүн. Сахаба мен Фатиманан алыстагандыгыма чыдабай баратам дейт. Кандай мээримдүү ата бул? Үй сатып алып берип, Hazreti Ali мен Фатиманы жакын жерге көчүрүп келди. Al-ihsan ilal banat. Бүгүнчү 21-ci кылымда маданияттуулар, башкалардын культурасы менен маданият менен маданиятташып кеткен кыйындар, кыздарыбызга эмне кылып жатабыз? Аллах Таала саламдашууда айтат.
Wa iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Eğer sizlerge birөө salam айтса, анын саламыдан жакшыраак кылып саламын алейк алгыла. Салам айткан адамдын саламыдан жакшыраак кылып кайтаргыла. Ассаламу алейкум десе, ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатух. Жакшысызбы, Кудайыма шүгүр, өзүңүз амансыз, бола чакаңыз тынчпы? Же жок дегенде ошол салам айткандын саламыча кайтаргын дейт. Бүгүн кээ бирлерге салам айтсаң уккусу келбейт. Бул саламдагы кемтиксиз салам айтышы, урматтуу мусулман бир тууган. Орустар менен саламдашса болобу дейт. Болот, неге болбосун? Мусулман орой болбойт. Балким сенин саламдашууң да аны иманга чакыруу болот. Ага бирок ассаламу алейкум дебейсиң. Өздөрүнүн тилинде добрый утро дейсиңби? Бонжу дейсиңби? Нихо дейсиңби? Өзүнүн эмесинде жакшынакай эмес саламдаш менен саламдашасың. Саламдашууда диним менден талап кылган нерсе эң жакшы жол менен, эң жакшы сөздөрдү тандап саламдаш дейт. Таң калба, урматтуу мусулман бир тууган. Керек болсо динибизде бирөө менен тартышсаңчы, айтышып жатасың, тартышып жатасың. Важадилхум биллати хия ахсан. Курандагы аят, важадилхум биллати хия ахсан. Алар менен тартышканда Хасан деген жакшы бар. Ахсан жакшыраак жолдор менен талашкан. Илми жолдор менен. Дароо эле кол көтөрүп чыкпаган. Чыга динадин деп. Кегиле, урматтуу мусулман, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан үйрөнөлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Утба ибн Рабиа деген Меккеде келди. Пайгамбар кыза берди. Эң Утба ибн Рабиа дин душмандардан бирөөсү. Утба келип өтө жаман сөздү айтты. Пайгамбарга акарат кылды. Пайгамбарга эмне дейт? Сен динге чакыруудан максатың бай болуу болсо дейт, биз байлык жыйна берели дейт. Эгер динге чакыруудан максатың жетекчи болом десең, биз сени жетекчи кылып шайлап алалы. Эгер динге чакырууунан сага бир жин тийген болсо, ооруп калган болсоң, биз сени дарылаталы дейт. Элестеткин, сага келип сени жинди деп атат. Мунун максаты акча жыйнаш деп атат. Мунун максаты бакша деп атат. Ушул жерде кыстырма, урматтуу мусулман бир тууган, кээде бүгүн интернетте, соцсеттерде кирип алып акарат кылбагыла. Ал мусулмандын аламаты белгиси эмес. Кээде бир мусулманга жан тарткан киши болуп, экинчи тарапты жаман сөз менен тилдебе. Тентекке теңелип терек бою секирбе. Адеп акылактын оңдогун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бай болгун дейт, байлык жыйна берейт дейт, дарылайлык дейт. Шайлап алалык сен дейт. Баарын айтып бүткөндө пайгамбар не деди? Я Абал Валид, асма. Исма. Я Абал Валид, эми менен угуң. Валидтин атасы эми менен угасызбы? Караңыз, сизге жанагындай айтып аткан адамга эмне деп атасың деген жок да. Валидтин атасы эми менен сөзүмө угасызбы? Андан кийин пайгамбар, афаракта я Абал Валид, Абал Валид сөзүңүздү айтып бүттүңүзбү? Айта турган сөзүңүз түгөдү, афаракта деген бошодуңузбу? Ичиңдеги нерсе бошо бүттү, эми мени угасызбы деди. Биз ушундай мамиле кыла алабызбы? Ва кул ли ибади якул лати хи ахсан. Исра сүрөсү 53-нче. Ва кул ли ибади. Аллах айтат, эй Мухаммад, айт бенделерме дейт. Бенделер кулак сал, Аллах не дейт экен. Ва кул ли ибади, эй Мухаммад, бенделерме айткын, якул лати хи ахсан. Эң жакшы сөздөрдү айтсындар дейт. Эң жакшы сөздү сүйлөсүн. Ичиңде ит өлгөн болбосун. Оозуңдан карамышык, акмышык чыкпасын. Субханаллах. Кул ли ибади якул лати хи ахсан. Эң жакшы сөздөрдү тандап сүйлөсүн дейт. Эң кооз сөздөр менен сүйлөсүн. Эң жагымдуу, эң шүрүн сөздөр менен сүйлөсүн дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам заманында Захир деген сахаба бар экен. Захир. З менен Захир. Бул киши кулук мүнөздө Аллах табарак ва таала жаратылышында ончо кооз сулуу кылып жараткан эмес экен. Мамилеси да оор экен. Эч ким жакындап мамиле кылбайт. Кээ-бирлер жанына келбейт. Сахаба, инсан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир күн келип Захирдин аркасынан кучактап алды. Бекем. Кайта албайт. Ким? Кое бер. Караса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Ушунда пайгамбар эркелетип. Илат я Расулаллах, менин денем, эч ким жакындабаган денемди сен кучактап жатасың. Пайгамбар тамашалап, кул сатам ким алат дейт.
Құл сатам кім алады? Я Расулалла, мен ушундай құлдай арзыбаған нәрсемен бе дейді. Пайғамбар айтады, жоқ дейді. Сен Алланың алдында қадір барқың ең жоғары дейді. Алланың алдында қадір барқыңды ешкім білмейді дейді. Сен құл емессің дейді. Сен бірақ Алланың құлысың дейді. Бендеге құл бола отырған емессің дейді. Валакиннака индалла галин. Бірақ сен Алланың алдында өте бағалусың. Бірақ сөзімнің ақырында وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. Кімдің сөзі, сөйлеген сөз жақсырақ болмақ? Мимман да айлаллах, Аллаға чақырса. Ва амила салихан, салих амалдарды қылып, мен мұсылманмын деп Аллах жолына динге чақырған адамдан да жақсырақ сөз сөйлеген бар бұл дейді. Сөздің ең жақсы не екен? Алланың жолына чақыру, үгіт насихат қылу, дават қылған. Мен мұсылманмын деп ибадатыңды қылып еле, болды мен қылсам болды емес. Мұсылман болып, жақсы амалдарды қылып, Алланың жолына чақырғаннан жақсырақ сөз бар бұл дейді Аллах. Андан жақсырақ сөз жоқ, урматты мұсылман бір туған. Сөздің ең жақсысы Алланың сөзі. Алланың сөзі болған Құранға болған мамилебіз қандай? Құран оқығанды білеміз бе? Келіңіздер, әрекет қылалы. Құран оқылы. Қайдыгер болбостан динге, иманға чақыралы. Пайғамбар айтады: "Баллигу анни валау ая." Менден бір аят болса да жеткізгіле. Бір сөзді болса да жеткізгіле дейді. Ушақ айыңды өте жақсы жеткіземіз. Отырып алып, болмаған нәрсені WhatsApp'та башқада бөлішеміз. Бірақ Аллах жолында не қылып жатамыз. Алланың бір сөзін біреуге жеткізуге себеп болдық бұл. Ойланалы, әрекет қылалы, жақсы болалы. Бұл сөзге, бұл темаға кіргенім негізгі урматты мұсылман бір туған. Өткен жұманың баяндың уланды селі, Кореяға барған кезде Корея елінің мамлекетін өніккендігі, іштерін кемтіксіз тағат қарғандығы, ішінде бекем болғандығы. Бәлкім біздің балдар айтады. Кореистердің қолда іштейбіз, келіп іш берген адам белімізден таптап, сен ішті тағат қарғын, кемтіксіз атқарғын, о, ішті пұқта қылады екенсің, жақсы қылады екенсің деп сөз айтады дейді. Балдарымыз ұшындай қылады. Бұл негізгі біздің диніміздегі нәрсе. Бүгін башқалардан алып отырамыз. Башқаларға шілекейіміз ағып, таң қалып жатамыз. Негізі бұл біздің диніміздің негізінен. Мұсылмандардың ақлақынан, мінөздерден болыш керек. Тілеке қаршы бүгін біз андай болбой қалдық. Бұл ішті тақ атқару, кемтіксіз атқару, ұлудырмат ұлу кішігіні затқылу, мекенді сүю, тазалық, қанша деген нәрселер мұсылмандардың арасында бұл ғариб бір чочын сияқты болып қалды. Негізі бұл бізді келі. Башқалар бізден алыш керек еді. Бүгін біз өз-өздің бағлылықтарды башқалардан үйренгеніміз өте өкінішті. Амин Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahim.